Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бүгін «Опасыз молда» атты ертегінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Күндерде бір күн бұл молдаға бір адам жалғыз қызын оқуға әкеп өткізіп кетіпті. Бұл қыз бірнеше жыл оқиды. Сөйтіп бір күндері молдаға «Ассалаумағалейкум» деп сәлем беріп кірсе, молда «Саған уалейкумассалам, байы өлген жүзі қара» деп жауап беретін болыпты. Ол сөзге жылай-жылай қайғырған қыз әбден жүдеп болады. Қыз өстіп, күнде сәлем берсе, ол молда сол сөзін қайталап отыра береді. Біраз күн өткеннен кейін қыздың әкесі келеді. Қыз жылап әкесі молдаға келіп, «Сен менің жалғыз қызыма неге олай деп айттың?» деп сұрайды. Молда: «Айтқаным рас, өйткені сенің қызың өлген адамға күйеуге тиіп, сонымен ғұмыр сүреді» депті. Оған қатты ашуланған байғұс шал қызын ары қарай оқытпай үйіне алып жөнеледі. Үйіне келе жатып бір өзен бойына ат дамылдатып демалып отырыпты. Сол кезде бұлардың қарсы алдында төбешікте тұрған бәйтті көреді де, екеуі сол бәйтке Құран оқып кетуге келеді. Бәйттің есігі ашық екен. Қыз бұрынырақ келіп кірсе керек, есік сарт етіп жабылып қалыпты. Әкесі сырттан қызы ішінде жұлқылап аша алмайды. Еш нәрсе істей алмайтын болғаннан кейін екеуі айғайласып бір-бірімен қоштасады. Баяғы байғұс шал жылай-жылай қызынан айырылып үйіне қайтады. Зиратта қалған қыз енді еш нәрседен көмек болмағаннан кейін зират ішін аралап шығады. Қараса неше түрлі тамақ бар екен. Бір бөлмесіне кірсе саулы тұрған төсекті көреді. Төсек үстінде бір жас жігіт өліп жатыр екен. Басында жастық, сол жастықтың астын көтеріп қараса бір қағаз жатыр. Ол қағаздың жанында жатқан бір дұғалық кітапты көреді. Қағазда: «Осы кітапты оқып дем салып бітірсе, осы адам тірілмек» деп жазылыпты. Ал енді бұл кітапты оқып шығу үшін 40 күн керек екен. Әрине, бұл қыз 40 күнді қиынсынбай-ақ сол дұғалық кітапты оқып шығып, жігітті тірілтуге кірісті. Сөйтсе, қыз кітапты 39 күн, 39 түн оқығаннан кейін зираттың есігі ашылады. Қыз демалуға далаға шығады да келе жатқан бір керуенді көреді. Сол керуенді тосып тұрып, керуен келген соң олардан бір күң сатып алады. Сол күңмен танысып болған соң, оған өзінің басынан өткен барлық оқиғаны айтып береді. «Міне, мен осы кітапты 39 тәулік оқыдым. Енді мен шаршап отырмын. Қалған жерін сен оқи отыр. Енді мұның тірілуіне бір-ақ тәулік қалды» деп жатып ұйықтайды. Әрине, 39 күн демалмай оқу оған жеңіл тиген жоқ. Ол өте қатты ұйықтап қалады. Ал сатып алған күңі қалған дұғаны оқып бітіргенше оянбайды. Күң дұғаның ақырын оқып болып дем салғанда, жігіт те орнынан тұрады. Ол күң екеуі танысып, әңгімелесіп болғаннан кейін жігіт: «Мына жатқан кім?» деп сұрайды. Күң оған: «Менің сатып алған күңім» деп жауап береді. Ұйқысынан оянған қыз күң мен жігітті құшақтасып отырғанын көріп, үндемей жүре береді. Міне сөйтіп күң еңбексіз-ақ ол жігітке әйел болып, ал еңбек еткен қыз күңнің орнына жүре береді. Осылай арада бірталай уақыт өтеді. Жігіт шәріге бірнеше рет барып келеді. Күң, қыз да үндемей жүре береді. Бір күні жігіт шәріге жүрмек болады да қызға: «Сен маған неге тапсырма айтпайсың? Саған не керек? Айт, ала келейін» дейді. Сонда қыз: «Маған бір жанды қуыршақ әкел, сонан соң Күлжахан деген шөп бар, соны әкеп бер, одан басқа еш нәрсенің керегі жоқ» депті. Сөйтіп, жігіт шәріге кетеді. «Күлжахан деген шөп бар ма? Жанды қуыршақ бар ма?» деп әркімнен сұрайды. Оған елдің бәрі күліп мазақ етіп: «Сенің айтып жүргенің не? Жанды қуыршақ бола ма екен?» дейді. Жігіт сол сөзін айтып сандалып жүре береді.
Бір уақытта бір адам отырып, «Әй, жігіт, бері келші» деп шақырып алады. «Сенің іздегенің не?» деп сұрайды. «Менің іздегенім жанды қуыршақ пен Гүлжахан деген шөп». Сонда ол адам: «Міне Гүлжахан деген шөп» деп шөпті береді. «Ал жанды қуыршақ сенің үйіңде отыр. Оны сен білмей жүрсің. Саған еңбек сіңірген адамды сен күң орнына ұстап жүрсің. Міне жанды қуыршақ сол», дейді ол. «Ал енді мына шөпті апарып бер де, жанды қуыршағыңды таба алмадым де. Сонан кейін өзің оны аңдып отыр». Ол бір шөпті алады да тезек теріп әкелемін деп бір жаман қап алып, бір пышақ алып кетеді. Содан ол бір жарға барып, осы шөпті отырғызып қойып, осы шөпке бар сырын айтады. Сол кезде шөп бір бозарып, бір қызарып тұрып, осы шөптен қан тамады. Сол кезде пышақты алады да жарық дүниемен қоштасып, өзіне өзі сала бергенде: «Аңдып тұр да ұстай ал. Міне сонан кейін саған бір жағдай түсінікті болады», деп ол адам бәрін айтып береді. Жігіт шөпті алып келіп береді де қызға: «Жанды қуыршағыңды таба алмадым» дейді. Оған қыз: «Жарайды, рахмет» деп шөпті алып, бір қапты алып, қапқа пышақ салып жібереді де тезек теріп келуге кетеді. Содан жігіт оны аңдып артынан көрінбей келіп тыңдап отырады. Сол кезде қыз өз басынан кешкен оқиғаның бәрін Гүлге айтып, зарлап жылап отырғанда, Гүл бір қызарып, бір бозарып тұрып, одан қызыл қан тамады. Сол кезде қыз пышақты алып, жарық дүниемен қоштаса бергенде, жігіт артынан келіп ұстай алады. «Жаздым, жаңылдым, қателігімді кеш» деп үйіне алып келіп, бар болған оқиғаны анықтап, ол қызды әйелдікке алады. Баяғы күңді қайта күңдікке ұстап, екеуі әке-шешелерін тауып алып, бақытты ғұмыр сүріпті.